Саламатсыздар ма балалар? 142 есебімізде өрнектендір дейді. Бірінші есебімізде 4,7 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі. Енді километрді метрге айналдырыңдар дейді. Енді қараңыздар, 10-ның минус 3 дәрежесі дегеніміз ол 1 бөлінген 1000. 10-ның 2 дәрежесі 100 болады, 3 дәрежесі 1000 болады, 1000. Енді 1-ді 1000-ға бөлетін болсақ 0,001 болады. Енді 10-ны көбейтеміз 4,7-ге тең. Яғни 0,0047 болды. Бұл бізде не? Километр. Енді осыны метрге айналдыруымыз керек. Метрге айналдыратын болсақ 4,7 болады. Метр болады. 4,7 қайдан шықты? Яғни мына санымызды 0,0047-мізді көбейттік нешеге? Метрге айналдырушы 1000-ға. Сол кезде 4,7 метр болды. Бұл бізде бірінші есеп. Енді екінші есебімізде сіздер бірден, балалар, бірден жауабын жаза салсаңыздар болады осыны ғана. Бірақ сіздерге түсінікті болсын деп жазып жатырмын. Ашықтай 8,8 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі. Енді бұны тоннаны килограммға айналдырамыз екен. Білесіздер, 1 тоннада 1000 килограмм бар, е? Енді 10-ның 5 дәрежесі дегеніміз, ол қандай сан бізде? Ол дегеніміз 100 000, е? 8,8-ді көбейтеміз мысалға 100 000-ға. Қанша болады? Яғни 880 000 болды. 880 000 тонна. Енді осы тоннамызды килограммға айналдырамыз. Яғни қанша болады? 880 миллион болады. Миллион килограмм. Яғни оны мына жерде былай жазсақ болады. 88 көбейтілген 10-ның 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 дәрежесі. Килограмм деп. Бірінші есебіміз болды. Екінші есебімізді аяқтадық. Қараңыздар, екінші есебімізде осылай ғана қысқаша түрде жаза салыңыздар. Сіздерге түсінікті болсын деп жазып жатырмын. Келесі үшінші есебімізде 6,182 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі. Килограммен берілген, тонна қылымыз керек, яғни тоннаға айналдыруымыз керек. Енді қараңыздар, 1 бөлінген 10-ның 2 дәрежесі 100 болады. Ол дегеніміз 0,100-ден 1. Енді осы шыққан санымызды 6,182-ге көбейтейік. Көбейтетін болсақ 0,0682 болады. Бұл бізде килограмм. Енді осыны бізге неге айналдыр деді? Тоннаға айналдыр деді, я? Тоннаға айландыратын болсақ 0,0682 килограммды тоннаға айналдырсақ 0,4 болады, 4,682 тонна болады. Енді оны бұлай жазамыз. 682 көбейтілген 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10-ның минус 7 дәрежесі деп. Болды. Сіздер осылай жазсаңыздар жетеді. Келесі соңғы төртінші есебімізде 7,19 көбейтілген 10-ның 7 дәрежесі сантиметрді не істейміз? Метрге айналдырамыз. Яғни 10-ның 7 дәрежесі ол неге тең? 10 миллионға тең, я? 10 миллионға тең болады. Енді осыны көбейтеміз 7,19-ға тең. Яғни 71,900,000 болады. Бұл бізде сантиметр. Енді осыны бізге, осы сантиметрімізді не істеу керек біз?
метрге айналдыруымыз керекпіз. Метрге айналдыратын болсақ, 719 мың метр болады. Мынау сантиметр. Енді осыны жазатын болсақ, 719-ның көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі. Яғни сіздер осылай жазсаңыздар жеткілікті. Осыменен балалар, сабағым аяқталды. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет.